Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Назашева Майра Шыманқызы. 6 сынып бойынша әдебиет пәнінен сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абайдың 7-ші қара сөзі. Сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, мінез, ар деген нәрселермен озады. Бұдан өзге нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де ақымақшылық деген Абай атамыз 18-ші қара сөзінде. Мінез деген не нәрсе? Адам туғанда қандай мінезбен туады? Яғни бүгінгі өтетін сабағымызда ақынның 7-ші қара сөзінде осы мәселелер туралы айтылады. Олай болса, балалар, 7-ші қара сөзді оқып көрейік. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулығымызды ашып, Абайдың 7-ші қара сөзін оқып аламыз, мұқият, сөйтіп мазмұнын ұғынып алайық. Балалар, егерде 7-ші қара сөздің мазмұнын ұғынып болсақ, мына кестеге назар аударайық. Бірінші тапсырма. Төмендегі кестені пайдаланып, мәтін бойынша тән құмары мен жан құмары не екенін анықтап алайық. Яғни, тән құмары деген не, жан құмары деген не? Әрқайсысын жеке-жеке кестеге толтырып көрейік. Балалар, сіздерді дәптерге толтырды деп ойлаймын. Олай болса, келесі өзімізді тексеріп көрейік. Бірінші тапсырма бойынша өзімізді тексеріп көрейік. Бұл қара сөзі арқылы Абай атамыз өзінің тән құмарлығы емес, жан құмарлығын жоғары ұстау керек екендігін, оның ішінде білдім, толдым деп емес, әрине білімге, дүниеге құштар болу керек екендігін айтқанын байқауға болады. Сондықтан балалар, тән құмарына ішсем, жесем, ұйықтасам дегенді жатқызса, жан құмарына білсем, көрсем, үйренсем дегенді жатқызған екен. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма бойынша балалар, біз қара сөзді оқып, енді қара сөз құрылымы бойынша сәйкестендірейік. Яғни, мәтін бойынша қара сөздің кіріспе бөлімін, негізгі бөлімін және қорытынды бөлімін тауып көрейік. Балалар, егер сәйкестендіріп болсақ, өзімізді түсінікті болу үшін тексеріп көрейік. Яғни, қара сөздің кіріспе бөлімі жас бала анадан туғанда 2 түрлі мінезбен туады. Негізгі бөлімі дүние көрінген сырын түгендеп, білмесе де орны болмайды. Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып, жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен артық еді, тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Яғни, балалар, бұл негізгі бөлім. Енді қорытынды бөлім. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Балалар, кіріспен және негізгі қорытынды бөлімді тексеріп болсақ, келесі тапсырмаға көшеміз. Үшінші тапсырма. Қара сөзде көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені шығармадан үзінді келтіре отырып дәлелдеу.
екі кесте берілген. Біріншісінде қара сөзде көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселе, екінші кестеге осы мәселені қандай үзінділермен дәлелдей аламын. Егер орындап болсақ, балалар, өзімізді тексеріп көрейік. Қара сөзде көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселе. Мысалға, жанның тәннен артықшылығы. Оны мынандай үзінділермен дәлелдей аламын. Бұл немене? Ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын құмарлық. Жан құмарлығын тән құмарлығына айырбастау үшін ер жеткен соң, енген соң оған билетпедік, жанды тәнге бас ұрғыздық, еш нәрсеге көңілменен қарамадық, көзбен де жақсы қарамадық, көңіл айтып тұрса да сенбедік, көзбен көрген нәрсенің де сыртынан көргеннен ақ тойдық, сырын қалай болады деп көңілге салмадық, оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Осы күнде хайуаннан да жаманбыз деген ақынның пікіріне мына үзіндіні дәлел келтіруге болады. Хайуан білмейді, білемін деп те таласпайды. Біз түк білмейміз. Біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер тірлерімізді білмей күре тамырымызды адырайтып кетеміз. Сонымен балалар, сабағымызды қорытындылай келе, біз бүгін Абайдың 7-ші қара сөзінің мазмұнымен таныстық және қара сөзде көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы аша алдық деп ойлаймын. Сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар балалар.